Шалқан ертегісі. Ой бәрекелді, менің еккен шалқаным үлкен болып өсіпті. Бәріне жететін болды. Әр тарттым, бер тарттым, алынар емес. Белімде ауырады, шаршап кеттім ғой. Қой, көмекке кемпірді шақырайын. Кемпір, көмекке келші. Қарашы, шалқанымыз үлкен болып өсіпті. Жалғыз өзім тарта алмай қойдым. Кел, екеуміз бірге тартайық. Ой, шында үлкен болып өсіпті ғой. Кел, тартсақ тартайық. Әй, мына орнынан қозғалады ма өзі? Тым ауыр екен. Қой, көмекке қызымды шақырайық. Қызым, бізге көмекке келші. Ата еккен шалқарды жүре алмай жатырмыз. Жарайды, әже, сізге көмектесемін. Шаршап кеттім ғой. Күшім жетер емес. Көмекке итімді шақырайын. Итім, көмекке келші. Аф, көмектес десеңдер көмектесемін. Мына шалқан өте дәмді көрінеді екен, әрі үлкен. Мен оданда бос жүрген мысығымды шақырайын. Мысық, бізге көмекке келші. Атам еккен шалқанды жұла алмай жатырмыз. Яу, көмектесіп жіберейін. Шалқанның салмағы ауыр екен. Жұмыла көтерген жүк жеңіл демекші, енді көмекке тышқанды шақырайық. Тышқан, бері кел, көмек керек. Мен келдім, әрине көмектесіп жіберемін. Ал, 1, 2, 3, қаттырақ тартайық. Әне, айттым ғой, қаттырақ тартайық деп. Тірліктің күші бірлікте демеп пе еді? Назарларыңызға рахмет.